құрметті оқырмандар, бүгін Мұхиддин Исаұлының Медина қаласындағы, Мекке Медина қаласындағы ретреті басталады. Уже біз қазір ұшаққа отырғызу болып жатыр. Біз 32 адам болып Мекке қаласына бара жатырмыз. Алдағы уақытта бізді бақылаңыздар. Сіздерге жалпы ретрит деген не? Көбісі түсінбейді, біреу түсінеді. Осыны ішкі кухнясынан түсіндіретін боламыз. Кәдімгі Мекке Медина қаласына влог болады. Енді бармасаңыздар да барғандай бір ощущение береді деп сенеміз. Алдағы уақытта бізбен бірге болыңыздар. Бұл жерде ең басты ниет та. Бұл самолет кешікті үйтіп қызықтырмайды. Оның бәрін бір Құдай тағаланың жасап қойған бір хикмет бар. Әзелде әуел баста біз жарылмай тұрып бізге осының бәрін Құдай тағала жазып қойған. Мәдина қалай баратынымызды, не болатын, самолеттің не болатын басқа. Ол Алланың әмірі болмайша олар ұшпайды. Қай уақытта Алладан әмір келеді. Қай уақытта біз пейілімізді жөндейміз, дұрыстаймыз, қайда баратқанымызды білеміз. Сосын Құдай тағала ол қу темірді ұшырады. Баяғыда біздің бабалар сондықтан сенген үшін таң намазының өзін Мәдинеде Меккеде оқығанда кеш айттық. Қалай оқығандарын айттық. Сонда қалай барып келеді? Сен ол адамның Меккеге барып келген оңай ма? Темірдің барып келген оңай ма да? Бір темір 5 сағатта қазір Мәдинеде болады. Бір темір да. Оған кім сенеді? Егер сізге 2 ғасыр бұрын өмір сүрсеңіз, сізге айтса, бір темірге мінесіз, үстінде қате тым құрыса кілем деп айтса, кілем жеңіл ғой деп айтасыз. Бірақ қу темірдің тонна темірлерді Алла Тағала ұшырып 5 сағатта бізді апарады. Бұның бәрі Алланың мұжизасы емес пе? Ғажайып нәрсе емес пе? Алланың қалауымен ассаламалейкум, Мәдинаға да келдік. Мінекей келсек ақшам болып отырған, ақшам. Алла жазса, иншалла енді Мәдина қаласына қарай бет аламыз. Мұхиддин ұстаздың өз жұрты, менің қайын жұртым. Қазір топыраққа түсе салып, сәлем салайын деп жатырмын. Біз өз туған өлкемізде келдік, рахмет. Алхамдулилlah, жақсы жеттік, Аллаға шүкір. Сағынышымызды жеткізе алмаймын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға деген. Сол кісінің халімен бір самолетпен емес, халімен ұшып келдік. Менің алғашқы Меккеге келуім Медина қаласына. Сезім прям сөзбен жеткізе алмайтын сезім ғой. Күшті, керемет. Мінеке. Мына жаққа қол бұлғақ қойыңыз, влог форматында видеолар береді. Ой, рахмет, қуанып жатырмыз. Мәдинаға Алланың қалауымен келдік. Аллаху акбар. Артымыздағы тұрған сол Мәдинаның әуежайы. Бір ғажабы енді мынау өте тамаша уақыт екен. Салғын, әдемі. Бір енді шынын айтсам бір ауылға келген деп отырмын. Бір Алланың арқасында өте жақсы жеттім. Ешқандай басым да ауырған жоқ, қандай жақсы. Салауатым зікірімді айтып өзім отырып, аяқ астынан көзім ілініп кетеді. Бір 5 минут болсын, әйтеу 3-4 рет көзім ілініп кетеді, 5 минут 10 минуттан. Соны салауатымды айтып отырым. Жақсы жеттім, бір жерімде ауырған жоқ, сондай. Рахмет сіздерге. Осы группаға қосылғаннан бері денсаулығым да жақсарып келе жүріп, бір жерім ауырса, ұстаз дем салса, қолма-қол жазып кетемін қойсын. Жеңім деп өзім, қол аяғым жеңім деп жарықса берсін, өзім дегенің мәз болып. Қажыларымыз аман есен қонақ үйге кеп жетті. Қазір түсіп жатыр. Қонақ үйге орналасатын сәтіміз қазір. Пайғамбар саллаллаху алейхи зияратқа шықтық. Керуан болып, иншалла. Ашық тұр екен. Негізі түнде сағат бар.
Төрттерден ма бір жауап қоятын бар да. Бірақ қазір ашып тұрған. Соған барып сәлем беріп жатырмыз. Алла қабыл болсын иншалла. Зияратымызда Аллаху акбар. Аллахумма салли ала сейдина Мухаммад. Алтаға кірген кезде осы жаққа кіресіз. Кіргеннен кейін айыр адамдарда біраз проблема. Biz Құрма бағына келдік. Құрма бағындамыз дәл қазір. Қазір ұстазбен естелік суреттерге түсіп жатқан жай бар. Сол сахабаны Абу Хурейра деп атаған пайғамбар саллаллаху алейхи дегенде осыдан мышықты қолына ұстап тұрғанда мышықтың баласын. Сондықтан сол мышықтың баласының әкесі, яғни соның қамқоршы деп сол ат қойып, ең көп хадисте жеткен сол кісі болғанда. Сол сияқты сол бір мышық бізді күтіп алып мына жерде. Пайғамбар саллаллаху мына дастарханда иншалла Мәдинадағы сезініп жатырмыз. Алла қаласа бүгін өте қызық тақырыптар болады және Медина қаласының жалпы мынау Пайғамбар саллаллаху қабірінің не үшін зиярат етеміз, соның тылсым сырларын ретрит сабақтарында ашатын болады. Осындай сабақтардан соң мүлде басқаша болады. Бұда бір ғажабы тура өзіміздің ауылда жүргенде болды. Және бұның бұл жердің осы жердің қазіргі иесі ол қазақ екен да. Осы жерде алып отырған. Сондықтан былай қарағанда сол пайғамбарымыз жайған дастарханы қазақтың жайған дастарханы болып тұрған. Алла қабыл болсын. Сондай мысық. İslam жолы осы ғой негізінде да. Осы бір жолды түсіндіру үшін біз баста сол Талғардан бастадық, Әлмерек бабадан да. Оларға Бәшкүріске бардық, оны түсіндірдік. Оны арылағанда бір әулие арылап, әбі жүрген жоқпыз тек қана да. Жердегі мақсат сол біздің бабаларымызды тану, соны тану арқылы елімізді тану, жерімізді тану, тарихымызды тану. Сөйтіп олардың қалай Аллаға құл болғандығы, қалай Алланың жолында жүргендігі. Жалпы біздің ислам діні дегеніміз не ол? Соны түсіндіру мақсатымыз да. Бірақ соның ішінде Аллаға сенгендер өте аз. Бұрынғылардың ілімі қардай болса да, бірақ иманы таудай еді. Бүгінгі заманда қарасаң көп жастардың ілімі таудай, бірақ ілімдері, имандары қардай болды. Неге? Ұстаз, бір сұрақ бола ма екен? Негізі біз енді лайықтым деген сөз келіспейді, бірақ та осы дұға еткенде сенім мәселесінде осы мен дұғама мен өзім бір лайықты емес сияқты кім деген дұғам өзімнен күшті сияқты осы сезіммен сол жерде қалай осыны алып тастауға болады, лайықты емеспін дегенді. Не надо ойбай кондиционер керек жоқ. Жарайсыздар ма? Қазір ыстық болып кетеді қалай. Жаңа көрдік ана жерде бір турист кетіп бара деген. Европалық турист жаңағындай. Кәпірлер не алып жүр деп мен жаңа ішімнен сөйтіп жатырмын ғой. Сөйтсем біреуге айтып жатыр да, ол мұсылман болайын деп жүрген адамдар işte. Сонда бұлар Саудия рұқсат беріп қойды деген түбінде, оның пайғамбарымыз өзі рұқсат беріп кіргізіп берген де бұларды. Сонда олар келіп жаңағындай жерде осы көріп, мұсылман болады деген олар да. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Мына Құрмабұққа бүгін Мәдинаның 3-ші күні. Ең бақыттымыз күні Мединадағы. Пайғамбар саллаллаху қаласында еркелеп жүрді. Кайф болып жүр ғой. Өзетті. Байқасаңыздар, мысықтар түрі келбеті кішкене басқаша да. Қазақстанның мысықтарына ұқсамайды. Ассалаумағалейкум. Бүгін Мединада Құрмабұққа екінші рет басқа Құрмабұққа келіп жатырмыз. Алла қаласа қазір осы жерде қуырдақ жеп,
одан кейін ретрит сабақтарын ары қарай жалғастырамыз. Бізде бүгін таңертең ретрит сабағы болған, дем салынды. Иншалла қазір тағы да жақсылап әлденіп алғаннан кейін Алла қаласа ары қарай жалғастырамыз. Блог видеомыз сіздерге ұнап жатыр деген үміттеміз. Енді біз білмейміз бұдан не шығады, қалай болады, әйтеуір түсіріп жатырмыз. Мақсатымыз осы ретритке қатыса алмаған кісілердің осы видеоны көргеннен иншалла қатысқандай бір халде болса екен деген бір кішігірім ниет енді бізде. Сол жалпы еңбегімізді ары бері түсіріп жүргеніміздің барлығын иншалла бағалайсыздар деген үміттеміз. Лайк басып, комментарий жазып, осы Мұхитдин ұстаздың YouTube каналына тіркеліп қойыңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Кезінде Хазірет атам да осы жерде мынау минада топырағынан жаратқан кезде періштелер елеп, сол елеп бетінде қоқымнан осыны Алла тағала құрманы жаратқан дейді да. Содан құрма сен көр, мен көр, сол тура адам ұқсайды екен да. Адам бойында қандай элемент болса, құрмада да сондай элемент бар екен. Сондықтан күнде 2 құрманы жесеңіз бүкіл витаминді алып отырады екенсіз да. Өйткені Құдай тағала солай жасап қойған екен. Пайғамбарымыз саллаллаху сәлем бердік. Енді бір түс сияқты өтті. Одан кейін де 2-3 рет кірдік. Бәрібір де өз көзімізге өзіміз сенбейміз осындай нәрсені Аллах тағала бізге жазғанына. Пайғамбарымыз саллаллаху біз үшін үлкен тұлға. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Біздің қазір тәлбие айту салты болып жатыр. Мединадан Меккеге қарай жол тарттық. Қазір Асылбек мырза мен Аңсар мырза екеуі қажыларға қызмет көрсетуде. Суын құйып, зәм-зәм су құйып, қажылардың қызметінде жүр. Бәрекүш. Ассалаумағалейкум. Біз қазір Мединадан Меккеге кетіп бара жатырмыз. Алла қаласа бір 2 сағаттың көлемінде жетіп қаламыз. Жолда барлығы Құран оқып, тәлбие айтып келе жатыр, құлшылық жасап, біз зәм-зәм суын таратып жатырмыз. Алла ниеттеріңіз қабыл етсін. Қазір біз Меккедеміз. Бұйырса, Алла нәсіп етсе, қонақтарымыз ас беруде қажыларға. Түскі асқа аттанудамыз. Алланың қалауымен әлбетте. Тоғышыларымыздың барлығы өзімізді қазір келетін таксиді күту үстінде. Әркім кешегі өзінің көрген, сезген нәрселерін айтып бір-бірлерімен бөлісуде. Ассалаумағалейкум, жалғасып жатыр. Умра сапары Алланың қалауымен кеше осы Меккеге келдік. Сонымен түнде сол онда барып умра жасадық қой. Умра жасаған керемет болды енді. Бір өз-өзімізбен жүргендей болып қалдық та. Кеше сол Мәдинада Пайғамбар саламның сол дастарханына дәм татқанбыз. Енді бүгін Ибрахим алейхиссалам осы жерде Кағбаны салған пайғамбар. Ол үлкен пайғамбардан болу лазым. Сол иншалла соған ниет қылып, мынау осы қажылардың ішінен сол кісілердің пайғамбарларының атынан ас беріп жатыр. Сол асқа бара жатырмыз. Қызып қалып жатыр енді. Ассалаумағалейкум. Кеше түнде біз Мекке қаласына келдік. Умрамыз жасап, тауафымыз жасап, жақсылап дем алып, бүгіннеки түскі асқа келдік осы жерге. Қажыларымыздың барлығы ішіне кіріп кетті, ретрит қатысушыларымыз. Қазір түскі ас болады, түскі астан кейін осы жақта сабақ болады. Иншалла осы дем салады, тылсым сабақтар болады, тылсым дүниелер болады. Бізбен бірге болыңыздар, бақылап отырыңыздар, каналға тіркеліп алыңыздар.
Сондықтан әр ұлттың өзінің несі бар, стилі бар. Жалпы дін деген оңай ғой негізінде. Дін деген оңай ғой. Сен орамал тағуың керек, ол сенің орамал екеніңді ешкім байқатпай жіберу керек та. Ол просто бір модный бір нәрсе деген сияқты. Жалпы бір көрсетпеу керек та, жалпы көрсетпеу керек та. Ол дін деген оңай ғой, бірақ адамдар өздері қолдан бір нәрсені, жаңағы көтере алмайтын бір нәрсені жасап алып, отырсаң опақ, тұрсаң сопақ, болсаң тозаққа кеттің, анау. Жоқ, дін деген ондай нәрсе емес. Дін деген көрдіңіздер қанша уақыттан пайғамбарлар туралы айтып отыр, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам туралы айтып отыр. Әуел баста орамал Мәдинеде парыз болған уақытта, ол кезде орамал да жоқ болған. Ол етектерін кескенде басына орап алған болды. Арафат жазығына келіп тұр. Жабал Рахмаға мінеді. Яғни Рахым тауына, осы жерге адам атамыз бен Хауа анамыздың ең алғашқы кездескен жеріне зиярат жасауға келіп тұрмыз. Яғни үлкен қажылықтың парызы бар, парыз амалы. Осы жерде кім Арафатты болмаса, оның қажылығы жоқ деп айтылады. Сол жерге қазірге біздің қатысушыларымыз келіп, сол жерде зиярат етуге келіп тұр. Олжас мырза, сәлем жолдап қойыңыз. Осылайдан қатысушыларымыз қаншама жыл тарихы бар тауды көріп кетуге, зиярат жасап кетуге келіп тұр. Кімде-кім осы тауда қажылық кезінде дұға жасайтын болса, оның дұғалары сөзсіз қабыл болады. Қажыларымыздың бір ерекше нелері бір-біріне көмектесіп, әрқашанда жәрдем беріп жүреді. Өзіміздің апамыз жасы 83-те, 1942 жылы ретриттің үлкен қатысушыларының бірі. Мына жерде барлығы өзінің баласы мен немересі сияқты қызмет көрсетуде. Біздің Байеке. Осы жерде кіреміз. Қазір мектепке келген бар бе? Көп адам Арафатқа келген кезде осындай базарлар тұрады, сауда жасап кетеді. Бұл жерде сауда жасаудың мүлдем қажеті жоқ негізінде. Бұл жерде керісінше жаңағы Рахым тауына барып дұға жасап кетіп, сол жерде бұл сатылып жатқан заттардың бәрі бұл Қазақстанда да бар заттар да. Өте арзан, алданып қап, осы саудаға алданып кетеді да көп адамдар. Ниет өзгеріп кетіп жатыр. Мүмкін әбден мына заттардың бәрі Қазақстанда бар, Қытайдан шығатын заттар ғой. Пакистаннан болмаса. Иә. Осыған көбісі алданып қап, саудаға кіріп кетіп жатады. Biz tauga kelib jetdik. Rahman tauına kelib turmiz. Ayımız жеңіл болу үшін Жидда болып кеткен. Адам ата Шри-Ланка мен Индияның маңайында бір таудың үстіне түседі. Енді жұрт айтқанда екеуі бір-бірін 200-300 жыл іздемейді. Ровно 40 жылдан кейін осы жерде кездеседі. Енді бірінші бұл жерде ауана келесің. Бұл төбе, яғни биіктік Рахман тауы деп аталады. Бізде адам мен Хауа анамыз кездескен биіктік осы жер. Бүгін біз Мекке бойынша экскурсия жасап жатырмыз. Арафа жазығына келдік. Соның ішінде мына жерде Рахым тауы, қазақша айтқанда Рахым тауы. Бұл жердің тарихы адам ата мен Хауа ана жолыққан жер. Былайша айтқанда қысқа нұсқа айта салайын. Үлкен қажылықтың ең үлкен шарттарының бірінде үлкен қажылықта осы жерде болу керек адамдар. Бұл жерде болмаған адам үлкен қажылықта болмаған болып саналады. Жалпы осы жер бойынша енді жаңа бүкіл өзіміздің ретрит қатысушыларына келіп, дұғамыз жасап, полный түсіндіріп, не істейді, қалай болады, үлкен қажылықта не істейді деген сияқты бәрін жасап, бұл осы жердің бәрін таныстырдық. Қазір енді тағы да басқа жерлерге барамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Барлығымызға осы жерге келіп, үлкен қажылық кезінде осы жерде болуымызды бәрімізге Алла нәсіп етсін. Бізбен бірге болыңыздар. Бұл жақта негізі сауда көп жасалады екен. Саудагерлер өте көп. Енді ол былайынан қарасақ, рухани жағынан барынша ар жақтағы кісілер назарды бұру үшін, адамды алаңдату үшін осылай жасайды ғой. Бірақ енді біздің назарымыз
тек Алланың разылығын алып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның аяғы тиген жер, Ибраһим атамыздың, бүкіл пайғамбарлардың, жалпы үмметтің аяғы тиген жер, дұғалары қабыл болған жер деген сияқты. Сол нәрселер үшін ғана иншалла сондай мақсатпен келіп көруіміз керек. Бұл жақта да біраз күпірліктер, біраз адасушылықтар болады екен. Оның бәрімізге гидіміз жалпы түсіндіріп жатыр. Соның ішінде жаңағы мысалға Рахым тауының төбесінде бір белгі тас бар жай ғана. Бұл осы жерде осындай бір белгі бар деп енді знактар болады ғой, мысалы мынандай көше деген сияқты бір сондай бірдеңе бір белгі бар екен, жазуы бар. Елдер соны бір қасиетті тас па сондай бірдеңе деп пұтқа табынғандай соған табынып жатыр екен. Егер де Алла нәсіп болып келіп жатсаңыздар, ондай қателік жасап қоймаңыздар иншалла. Қазір біз сағат 10-нан 3 кетті, таңғы уақыт. Соның өзінде қазір кәдімгідей ыстық болып тұр. Үлкен қажылық кезінде ойлаңыздар, өте қатты күн ыстық болады. Мысалы 2024 жылы 50 градус деді ма, қателеспесем, 55 градус болды дейді. Машалла. Енді масқара деп айтуға келмейді әрине. Бірақ осындай ыстықта, осындай машақаттың нәтижесі ретінде Алла тағала жәннатты береді ғой иншалла, жәннат. Енді бұл жерде қазір гидіміз түсіндіріп берген біраз уағыздарды айтсақ болады, бірақ видеомыз қатты ұзартып кетемін деп отырмын. Жалпы умраға келіп жатсаңыздар, қажылыққа келіп жатсаңыздар, өздеріңізден полностью естисіздер, тағы да танысасыздар деген үміттеміз. Жалпы солай енді. Ретрит қатысушыларына барынша бүкіл жерді көрсетіп түсіндіріп жатырмыз. Ретрит сабақтарымызды жүргізіп жатырмыз Алланың қалауымен. Одан бөлек енді бір жағынан бұл жаққа келудегі мақсатымыздың да бірі осы ғой енді. Алла тағала парыз еткен үлкен қажылықты көрсету, ниет еткізу, дұға еткізу, одан бөлек умрамызды жасау деген секілді. Алла тағала бәрімізге нәсіп еткізсін деп тілейік.